Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қытырлап тұратын, өте дәмді және тез жасалатын аз тұздалған қиярдың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, осы рецептпен жасап көріңіздер. Қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның төменгі жағында жазылған. Ең алдымен қиярларды жақсылап жуып аламыз, екі жағын кесіп алып тастаймыз, және де қажетті укроп жапырақтардың барлығын жуып дайындап аламыз. Енді эмалированный кастрюльге ең астына 2 дана хреннің жапырағын саламыз. Оның үстіне қиярларды тізіп шығамыз. Бір қатар қылып тізілген қиярдың үстіне 2 дана қарақат жапырағын, 2 дана шиенің жапырағын саламыз. Укроп саламыз, менде зонтик укропа. 3 зубчик чеснокты видеодағыдай кесіп саламыз. Енді тағы да бір қатар қылып қияр тіземіз. Енді оның үстіне 1 дана хреннің жапырағын, 1 дана шие жапырағын, 1 дана қарақат жапырағын, 3 зубчик чеснок және укроп саламыз. Енді суды қайнатамыз, дәміне қарай черный горошек саламыз, 1 ас қасық толтырып тұз саламыз. 2 дана лавр жапырағын қосамыз. Жаңағы қиярларымызға қайнаған рассолымызды құямыз. Су толықтай қиярдың бетін жауып тұруы керек. Суығанша бөлме температурасында, суыған соң тоңазытқышта сақтаймыз. 1 тәуліктен соң қияр жеуге дайын. Мінекей 1 күн уақыт өтті, қияр дайын болды. Қиярларымыз қытырлақ, иісі де керемет болып, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер де сізге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.